Мгм. Қосылды. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі күні Алматы технологиялық колледжінің оқытушысы Анаят Бақкелді Бақытжанұлының педагогикалық тәжірибе тарату бойынша Zoom платформасында конференцияда жиналып отырмыз. Бұл кісінің тақырыбы волейбол арқылы дене тәрбиесі сабағында білім алушылардың қозғалыс үйлесімдігін дамыту. Дене шынықтыру пәні бойынша бұл кісі қазір өзінің жаңағы жұмысымен таныстыратын болады. Сұрақтарыңыз болса, ол кісі сөйлеп болғаннан кейін сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Рахмет. Бақкелді Бақытжанович, сөз өзіңізде. Рахмет, иә. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қайырлы күн. Мынаның тақла алсат, әдемі. Бүгінгі менің тақырыбым волейбол арқылы дене тәрбиесі сабағындағы білім алушылардың қозғалыс үйлесімдігін дамыту тақырыбы бойынша оқу авторлық бағдарлама жазған болатын. Сол туралы сіздерге таныстырайын деп отырмын. Жалпы қимыл үйлесімдігі дегеніміз не? Соған тоқтала кетейік. Қимыл үйлесімдігі дегеніміз адамның қимыл қозғалыстарды дәл, бірізділі, уақытылы және өзара келісімді түрде орындай алу қабілеті болып табылады. Яғни ол адамның кез келген дене бөліктерін бір-бірімен сәйкестендіре қимылдай алуы, және кез келген қозғалысты тез әрі дұрыс орындай алуы, және кез келген жаттығу жасаған кездегі тепе-теңдікті сақтай алуы болып табылады. Оған мысал ретінде келтіре кететін болсақ, мысалы волейбол ойындағы допты дәл лақтыру және дәл қағып алу деген сияқты. Секіру кезіндегі әртүрлі кеңістікте тепе-теңдікті жоғалтпай жаттығуды аяқтау болып табылады. Енді бағдарламамызға қайта оралатын болсақ, бұл бағдарлама негізінде спорттық секцияға, волейбол түрінен спорттық секцияға арналып жасалған бағдарлама. Бірінші және екінші курстар үшін жалпы сағат саны 34 сағат. Бағдарламаның негізгі мақсаты білім алушылардың қозғалыс үйлесімділігін дамыту ойын арқылы, волейбол арқылы командалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру, дене тәрбиесі сабақтарында білім алушылардың қызығушылығын арттыру және волейбол ойынның негізгі техникасын меңгерту болып табылады. Міндеттері білім алушылардың дене күшін, төзімділігін арттыру, қозғалыс дағдыларын үйлесімді ету, білім алушылардың физикалық дайындығымен қоса психологиялық және әлеуметтік дағдыларын дамыту, волейбол ойындағы техниканы меңгерту және тағы басқалары болып табылады. Бұл жазылған бағдарламаның өзектілігі мынада. Қазіргі таңда дене тәрбиесі сабағының мақсаты тек дене күшін дамыту ғана емес, сондай-ақ білім алушылардың жалпы физикалық дамуын, олардың қозғалыс дағдыларын үйлесімді етіп қалыптастыру болып табылады. Волейбол сияқты ойын түрлері бұл процесте өте маңызды рөл атқарады. Ол арқылы білім алушылар тек физикалық төзімділік пен күшін арттырып қана қоймай, сонымен қатар қозғалыс үйлесімдігін жақсартады. Волейболдың ережелері мен техникалары білім алушылардың дене үйлесімділігін дамытуда жақсы ықпал етіп, командалық рух пен жеке жауапкершілікті қалыптастыруда өте маңызды орын алады. Осы тұрғыда бұл бағдарламаның өзектілігі байқалады деуге болады. Енді ғылыми әдістемелік деңгейі. Бағдарлама қазіргі педагогикалық ғылымдар мен дене тәрбиесі әдістемесіне негізделіп жасалған. Волейболды оқу процесінде қолдану әдістері теориялық тұрғыдан зерттеліп, тәжірибелік маңыздылығы айқындалды. Бағдарламада ғылыми зерттеулер мен дене тәрбиесі саласындағы озық тәжірибелер қолданылған. Бұл бағдарламаның жаңашылдығына келетін болсақ, дене тәрбиесі сабағында қозғалыс үйлесімділігін дамыту мақсатында волейбол ойынының арнайы әдістемелік кешені ұсынылған бағдарламада.
Волейболды тек спорт түрі ретінде ғана емес, оқу процесінде шығармашылық және педагогикалық тұрғыда қолдану арқылы білім алушылардың дене тәрбиесін жан-жақты әсер ететіндей жүйе қалыптастырылған. Бағдарламаның педагогикалық орындылығы жоғары, себебі оның негізінде білім алушылардың физикалық дамуын арттыру үшін тиімді әрі қолжетімді әдістер ұсынылады. Білім алушылардың волейбол ойынын ұнататындықтан және кең таралған спорт түрі болғандықтан осы волейбол ойынын мен таңдап алған болатын. Теориялық маңыздылығы. Бұл бағдарлама қозғалыс жүйесіндігін дамыту бағытталған жаңа теориялық концепцияларды енгізеді. Волейболдың педагогикалық тәсілдері мен әдістемелері арқылы теориялық тұрғыдан дене тәрбие сабақтарының сапасын арттыруда ықпал етеді. Жаңа айтқандай, бұл бағдарлама негізінде спорттық секцияға арналып жазылған. Бірақ осы кәдімгі күнделікті дене тәрбиесі сабағында да волейбол бөлімінде қолдануға өте тиімді. Практикалық маңыздылығы. Бағдарламаның білім алушылардың қозғалыс дағдыларын жетілдірумен қатар дене тәрбиесіндегі пәннің мазмұнын жаңартады. Білім алушылар тек спорттық шеберлікті игеріп қана қоймай, дене тәрбиесін өмір бойы қолданыла алатындай етіп, осы волейбол іс-қимылдарын дағдыларын үйренеді. Енді бұның жаңағы нормативтік бөліміне келетін болсақ, бағдарламада 34 сағат берілген, тақырыптар саны алдарыңызда көрсетілген, әр тақырыпқа 1 сағаттан. Енді волейболдағы қимыл үйлесімділігінің маңызы жайлы тоқтала кетсек, волейбол өте динамикалық ойын болғандықтан, онда ойыншылар әртүрлі қозғалысты үнемі жүзеге асырады. Мысалы, допты қабылдау, пас беру, шабуыл жасау, қорғау секілді бағыттау және тағы басқа іс-қимылдарды күнделікті үнемі жүзеге асырады. Осы қозғалыстардың әрқайсысы ойыншының денесінің үйлесімді жұмыс жасауына және іс-қимылдардың үйлесімді қалыптасуына алып келеді. Қимыл үйлесімділігі жоғары ойыншы допқа дұрыс уақыт пен кеңістікке келіп, әрекеттерін дәл орындай алады, өз әрекеттерін командасының тактикасына сәйкес ұйымдастыра алады. Соның арқасында ойыншының қозғалыс координациясы мен дене тепе-теңдігі жақсарады, ал команданың жалпы жетістігі нәтижесі жақсарады. Қимыл үйлесімділігін дамытуда, менің зерттеуім бойынша қимыл үйлесімділігін дамытудағы мынандай төмендегідей әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Бірінші, ол жеңіл жаттығулар және арнайы техника. Волейболдағы арнайы техника. Жеңіл жаттығулар дегеніміз, волейболда әртүрлі жаттығу қимыл үйлесімділігін дамытудың тиімді құралы болып табылады. Мысалы, допты 2 қолмен беру жаттығуы. Ол өте жеңіл жаттығу болып есептеледі. Және қашықтыққа пас беру, допты ұрғаннан кейінгі дәл түсу сынды әдістер қимылдың дәлдігін, үйлесімділігін арттырады. Сонымен қатар, егер жаттығуларды біртіндеп қиындата түсетін болсақ, онда ойыншының қимыл үйлесімділігі жақсарады деген сөз. Екінші, тепе-теңдік пен тұрақтылықты дамыту. Тепе-теңдік пен тұрақтылықты жаттықтыру үшін әртүрлі жаттығуларды орындау қажет. Мысалы, бір аяқпен тұрып допты қағып алу, немесе не болмаса өзекпен жаңағыдай өзекпен жүру, немесе тепе-теңдік тақтасын қолдану сияқты жаттығуларды қимыл үйлесімділігін дамытуда ықпал етеді. Волейболшының тұрақтылығы оның дұрыс тұрып, дәл әрекет етуіне мүмкіндік береді. Үшінші, жылдамдық пен реакцияны арттыру. Жылдамдық пен реакцияда қимыл үйлесімділігінің маңызды аспектілері болып табылады. Ойыншы допқа дәл дер кезінде жетіп, әртүрлі жағдайда қолайлы қимылдарды жасау үшін жылдам реакцияға ие болу қажет. Осыған арналған арнайы жаттығулар: қысқа қашықтыққа жүгіру, допты қабылдау,
командаластармен өзара пас алмасу, кенеттен бағытты өзгерту сияқты әрекеттерді қамтиды. Қимылдар үйлесімділігін дамыту үшін ойын тактикасы мен стратегиясында меңгереді. Волейбол мен қимыл үйлесімділігінің физиологиялық аспектілері. Волейболда әртүрлі қимылдар, мысалы секіру, жүгіру, орын ауыстыру адамның физикалық жағдайына әсер етеді. Сондықтан бұл спорт түрі де құрылысы мен қимыл дағдыларын жақсы дамытады. Дене шынықтыру жүйесінің барлық бөліктері жұмыс істейді. Бұл тірек, жүрек, қан тамыр, тыныс алу жүйелері сондай сияқты адамның қасиеттері дамиды. Сонымен қатар бұлшықет күшін және төзімділікті арттыру, сондай-ақ адамның денесінің икемділігі мен қозғалыс диапазонының дамуы үшін өте пайдасын тигізеді. Осы бағдарламаны жазбас бұрын мен зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынмын. Мұндағы зерттеу жұмысының негізінде бізге бірінші курстар келіп тапсырып түседі ғой. Сол кезде бір-екі топты алып, сол топтарды қабылдау барысында волейболдың нормативтік тестілерін қабылдаймыз. Соны және өзімізге тіркеп аламыз. Және сол бойынша бірінші семестр бойы жаңа жылдық каникулға дейін біз жұмыс жасаймыз. Сол норматив қабылданған группалардан волейболға қатысатын 4-5 баланы таңдап аламыз. Және жарты жылдықтың соңында сол үйірмеге қатысып жүрген баламен жай сабаққа ғана келіп жүрген баланың арасындағы дене жаттығуларын қайта тапсыртамыз. Сол кезде үлкен айырмашылықты байқауға болады. Зерттеудің мақсаты волейбол арқылы қимыл үйлесімділігін дамыту әдістерін талдау және оның нәтижелерін тәжірибе жүзінде тексеру. Сондай-ақ волейболдың қимыл үйлесімділігін дамытудағы рөлі мен әдістемелерін зерттеу. Мұндағы мақсат волейболдың қимыл үйлесімділігін дамытудағы рөлін анықтау және оның ойыншылардың дене дайындығы мен координациясына әсер етуін зерттеу. Міндеттері: волейбол ойыншысының қимыл үйлесімділігін қалыптастырудағы негізгі әдістер мен тәсілдерді анықтау, қимыл үйлесімділігінің дамытудағы физиологиялық және психологиялық аспектілерін зерттеу, волейболда қимыл үйлесімділігін дамыту үшін арнайы жаттығулар мен техникаларды анықтау, волейбол арқылы қимыл үйлесімділігін дамытуға арналған жаттығуларды тәжірибеде тексеру. Бұл жердегі қимыл үйлесімділігін дамытудағы бірнеше негізгі компоненттерді бөліп қарастыруға болады. Олар негізінен төртеу. Біріншісі координация. Бұл адамның қимылдарын дұрыс уақыт пен кеңістікте үйлестіре білу қабілеті. Екінші, тепе-теңдік. Бұл адамның өз денесінің түрлі қозғалыс кезінде дұрыс ұстай білу қабілеті. Және реакция жылдамдығы. Бұл адамның сыртқы жағдайларға тез әрі нақты жауап бере алу қабілеті. Және қимыл икемділігі. Ол дегеніміз дене қозғалыстарын кең көлемде ауқымды жасай алу қабілеті. Мысалы, волейболда осы қасиеттерді дамытатын бірнеше негізгі жаттығулар мен әдістер бар. Оның ішінде атап өтетін болсақ, допты әртүрлі әдістермен қабылдау және беру, шабуыл жасау және қорғау техникасын дамыту, тепе-теңдікті сақтау мен қозғалыс жылдамдығын арттыру жаттығулары. Осы жерде мен өзім колледжде волейбол үйірмесін жүргізем. Сол үйірмеде бірінші курстар мен үшінші курстар арасында біздің студенттер қатысады. Және сол жерде де эксперименттік әдіс тәсілдерді мен кең көлемде қолдана аламын. Мысалы, эксперименттің әдістемелері: алғашқы кезеңде қатысушылардың жалпы қимыл үйлесімділігі бағаланады. Екіншіден, осыдан кейін арнайы жаттығулар мен техникалық тапсырмалар жүзеге асырылады. Мысалы, допты дәл беру мен қағып алу және қабылдау жаттығулары, шабуыл жасау мен қорғаныс қимылдарын үйлестіру, тепе-теңдікті сақтау және реакция жылдамдығын арттыру жаттығулары деген сияқты тапсырмалар беріледі. Үшінші, эксперименттің соңында қатысушылардың қимыл үйлесімділігі қайта бағаланады, салыстырмалы түрде.
Эксперимент нәтижелері көрсететіндей, ұсынылған жаттығулар кешені қимыл үйлесімділігін дамытуға өте тиімді деп санаймын. Жаттығулардан кейін қатысушылардың қозғалыс координациясы мен реакция жылдамдығы айтарлықтай жақсарды. Сонымен қатар ойыншылардың тепе теңдік сақтау қабілеті де артты. Нәтижелердің статистикалық талдауы көрсеткендей, жаттығулардың әсері айқын байқалады. Әсіресе реакция жылдамдығы мен допты дәл беру қабілеттері бойынша көрсеткіштер өте жоғары көрсеткіштер көрсетті. Қорыта келе, волейбол қимыл үйлесімділігін дамыту үшін өте тиімді спорт түрі. Тиімді жаттығулар мен техникалардың қолдану арқылы ойыншылардың дене үйлесімділігі мен координациясын жақсартуға болады. Зерттеу нәтижелері бойынша волейболды қимыл үйлесімділігін дамытудың физиологиялық және психологиялық аспектілерін маңызды атқарады. Бұл спорт түрі дене шынықтырумен қатар жастардың психологиялық тұрғыдан да дамуына ықпал етеді. Енді психологиялық тұрғыдан деген өздеріңіз білесіздер, физикалық білім алушылардың физикалық жағдайына ғана мән бере бермей, психологиялық жағдайына да өте жұмыс жасау керек. Себебі жаттығу барысында, сабақ барысында жаттығуларды өте жоғары деңгейде көрсетіп жүрген студенттер, мысалы, әртүрлі маңызды жарыстар кезінде кез келген жаттығуды дұрыс деңгейде көрсете алмай жатады. Оның бәрі психологиялық дайындықтың нашар екенін білдіреді. Қорыта келгенде ұсыныстар: қимыл үйлесімділігін дамыту үшін арнайы жаттығулар мен техникаларды оқу бағдарламасына енгізу, психологиялық жаттығуларды қолданау, волейбол секілді динамикалық спорт түрін жастар арасында көбірек насихаттау. Бұл зерттеу жұмысы волейбол арқылы қимыл үйлесімділігін дамыту мәселелерін зерттеу бағытталған алғашқы қадам менің өзімнің. Енді болашақта бұл салада қосымша зерттеулер жүргізіп, нақты әдістер мен жаттығуларды дамытуға жұмыс жасаймыз. Енді сұрақтарыңыз болса, болмаса қосымша ұсыныстарыңыз болса, әріптестер айтып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Әріптестер? Рахмет, Бақкелді Бақытжан. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, осы жерде тағы да айтсаңыздар, жаңағы ұсыныстарыңызды ескеретін болады. Оқу бағдарламасы және жаттығулар кешені дедім ғой, жаңа жаттығулар кешені оқу бағдарламасында көрсетілген. Бұл жерде барлық 34 сағат санына байланысты жасалған жоспарлар бағдарламада қарастырылған. Оны қызықты болатын болса, пошталарыңызға немесе WhatsApp-тарыңызға жібере аламыз. Сабақтарыңызды жұмыс барысында қолданып көріңіздер. Әріптестер, сұрақ бар ма, ұсыныс бар ма? Егер ұсыныстарыңыз жоқ болса, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда аяқтаймыз. Рахмет. Онда Бақкелді Бақытжанұлы сіздерге жаңа өзінің жұмысын жіберетін болады. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды пайдалансаңыздар болады. Рахмет назарларыңызға. Онда осымен Zoom-ды аяқтаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.